Армысыздар, құрметті Арыстан онлайн академиясының оқушылары. Бүгін сіздерге біз ОБТ-да, яғни биылғы ОБТ 2021 жылы кездескен есептерді көрсететін боламыз. Яғни талдап, нақты көрсетеміз, түсінікті. Так, жақсылап тыңдап отырыңыздар. Так, енді бізде жалпы ОБТ 2021 жылы мынандай есеп келді. Берілген сурет бойынша мадияр шеңбер бойымен 156 см жүгірген болса, онда ол осы шеңберді неше рет айналып жүгірген дейді. Так, енді бізде мына жерден енді есептің берілгенде мүмкін қате болуы мүмкін, себебі 156 см деген енді кішкене біздің есептеуіміз бойынша ол жалпы өмірмен алатын болса, онда ол кішкене қате есептеу, түсінікті? Себебі 156 см деген 1,5 метр ғой, дұрыс па? 1,5 метрді ол сіз бір-ақ аттап жүгіріп кетуіңіз мүмкін. Сондықтан бұл жерден кішкене қателіктер бар, түсінікті? Так, енді есепті жазылған кезде бізде мынандай беріліпті, фигура берілген екен. Так, қарайық. Так, бұлайнан беріліпті. Так, міне. Сосын бізге дәл қақ ортасынан бұлайнан беріліпті. Так, 12 см, 5 см. Негізі мүмкін метрмен есептемек болған шығар, бірақ бұл жерден енді сантиметрмен есептеп, бірақ сантиметр енді өте кішкентай, 5 см деген. Так, қарайық. 156 см жүгірген болса, ол L тең 150, С деп алсақ, С тең 156 см жүгірген болса, онда ол шеңберді неше рет айналып жүгірген? Пи тең 3 деп беріпті, иә? Так, бізде ең бірінші оқушылар естеріңізге сақтап алыңыздар. Біз есепті шығару барысында ең бірінші біз мына шеңбердің ұзындығын тауып, сосын 156-ны сол шеңбердің ұзындығына бөлсек жеткілікті, түсінікті? Так, енді оны есептеу үшін не істейміз? Оны есептеу үшін бізге мына шеңбердің радиусы керек, түсінікті? Так, сосын егер біздің центр арқылы үшбұрыш саламыз, үшбұрыш салған кезде, центр арқылы өте үшбұрыш салсақ, ол міндетті түрде бізде тікбұрышты үшбұрыш болады, түсінікті? Яғни іштей центр арқылы өтетін үшбұрыш салсақ, міне осылай болады. Так, енді тікбұрыш үшбұрыш болса, онда ол бізде естеріңізде болсын, оның гипотенузасы диаметрге тең болады. Яғни екі радиусқа тең, гипотенуза 2D-ға тең болады, 2R-ға тең болады, түсінікті? Радиустың екеуіне тең болады. Енді мен мына жерде тікбұрыш үшбұрыш болғандықтан, мен бұл жерде дайын Пифагор теоремасын апарып пайдаланғанда мына диаметр тауып аламын. Так, диаметр менде гипотенузаны тауып аламын деген. Гипотенуза ол менде А квадрат плюс В квадрат. Так, С тең болады 12-нің квадраты қосылған 5-нің квадраты. Так, ол тең болады менде түбірдің астында 169, ол тең болады 13-ке. Түсінікті? Ол тең болады 13-ке. Ал менде радиус осы, так, радиус менде С бөлінген 2-ке тең. Түсінікті? Яғни гипотенузаның жарысына тең. R тең болады 6,5. Міне. Сонда мына жағым 6,5, мына жағым 6,5. Түсінікті? Так, енді шеңбердің ұзындығының формуласына салам. 2πr. L тең болады 2 көбейтілген пи көбейтілген 6,5. Так, 2 көбейтілген 6,5 көбейтілген 3. Пи 3-ке тең ғой. Так, 13 көбейтем 39. Міне 39. Сонда бір жүгірген кезде ол 39 см жүгірген. Мүмкін кішкентай бала түрінде есептеген шығар. Түсінікті? 39 см. Так, сонда n неше рет жүгірді десем, барлығы неше рет айналды десем, барлығы 156 см, оны шеңбердің ұзындығына бөле салам, міне 39. Сонда менде 4 шығады. Сонда мадияр жалпы 156 см жүгірсе шеңбер, онда ол шеңберде толық 4 айналым жасаған екен. Түсінікті? Міне осылай есептейміз. Так, кеттік ары қаратай. Келесі, менде бүйтеді. Суретте көрсетілген жер учаскесін қоршау үшін жалпы ұзындығы неше метр қоршау керек екендігін анықтаңыз дейді. Иә? Так. Енді бұл жерден жалпы неше қоршау керек екенін табу керексе, жалпы мына жерде бізде берілген фигураның қабырғаларының ұзындықтарын алып кеп қосып есептей саламыз, түсінікті? Сол үшін бірден былайынан үлкейтейік та, бірден есептеп кетейік. Так, қарайық. Мына жағым 64, мына жағым 64 онда. Түсінікті? 64 метр. Так, енді мына жерім 82, мына жерім 32, мына жерім 32 ғой. Онда мен мына жерді тауып алсам болады. Дұрыс па? Так, сонда мен мына жерді жалпы бүйтіп алып кеп, мына жерге апарып толықтырып қоясам болады. Сонда мен мына жақтың ұзындығын тауып аламын. Сонда 82 қосылған 32. Ол менде плюс 10-да апарып қосам, мынау титтей жердегіні апарып қосам. Сонда, так, қарайық. 4, 124. Дұрыс па? Так, қарайық.
мынаған қосам, так, 114. 114. 4, 11. Дұрыс, 124. 124 болады. Так, сонда менде мына жағым жалпы 124 екен. 124. Так, енді оқушылар, қарайықшы, мен мынаны алам да, мына бір жердегін алып, мына жерге толықтырсам, менде сонда тік төртбұрыш шығады, дұрыс па? Ал менде тік төртбұрыштың периметр а қосылған в көбейтілген 2. Енді осы бойынша мына тік төртбұрышын тауып, сосын менде мына екі жер қалып қалады, осы екі жерді апарып қоса салам. Түсінікті? Так, сонда жалпы периметрі 80 124 қосылған 64 көбейтілген 2 қосылған 32 қосылған 32. 32 плюс 32. Так, ол мына екі жақтағын. Түсінікті? Так, ондар қайда қалып қалды деп ойлауларыңыз мүмкін. Онды мен мына полный мынаған ұзындығына қосып есептей салдым. Түсінікті? Так, сонда так, қарайық. Мына екеуін қоссам 188, 12 көбейтем. Неше шығады? 6-сы түсіп 1 ойда, 6 7 түсіп 1 ойда, 2 376. Так, 376 қосылған 64. Так, ол менде болады 440 метр. Сонда мына жалпы қоршауға кететін қоршаудың ұзындығы 440 метр. Түсінікті? Міне осылай есептейміз. Ешқандай қиындығы жоқ. Так, келесі үшінші есеп. Үшінші есепте бүйтеді бізде. Диаграммада 6 баланың аулаған балықтарының саны көрсетілген. Барлық аулаған балықтардың санының арифметикалық ортасы ең аз аулаған баланың балықтарының санын қаншаға артық екен табыңыз. Яғни, жаңағы арифметикалық ортасы ең аз балық аулаған баланың балықтарының санынан нешеге артық екен тап деп тұр бізге. Түсінікті? Так, енді арифметикалық ортасын есептесем, так, қарайық. Мына жерде бірінші баланыкі 18, екінші баланыкі 14, үшінші баланыкі 16, төртінші баланыкі 13, бесінші баланыкі 19, алтыншы баланыкі 10 болып тұр. Алтыншы баланыкі 10 болып тұр. Так, енді бұны қалай есептеймін? Сосын бұл жерде неше тұр? 1, 2, 3, 4, 5, 6 тұр. 6-ға бөлем. Түсінікті? Так, енді бұл жерден бірдейлерін қосып, 14-ке 16-ны қоссам, бұл жерден 30 шығады. Так, мынаған мұны екеуін қоссам 32, оған 18 қоссам 50 шығады. 50 шығып тұр, оған 10-ды қоссам 90. 90-ды бөлемін 6-ға тең 15. Сонда орташа барлығының балықтарын қосып орташасын тапқанда, арифметикалық ортасын тапқан кезде 15 шығып тұр. Ал менде ең азы, ол менде серікте, серікте олда 10 балық. Сонда 15-тен азайтам 10-ды, сонда 5 балық. Яғни 5 балыққа артық екен. Түсінікті? Жауабы Д жауабы. Міне осылай есептесек болады. Ешқандай қиындығы жоқ. Так, қазір. Так, мына жақтан ұшып кетті ғой. Так, үшіншісі, төртінші есеп. Бізде бүйтеді. Қосынды орындалатындай А мен В-ның орнына қойылатын сандар. Қосынды орындалатындай А мен В-ның орнына қойылатын сандар. Так, қарайық. Бізде енді бұл жерде мына есеп өте оңай. Обытса бал жоғалтып қоятындай есеп емес. Түсінікті? Так, қарайық. Міне 5-ке 8-ді қосам 13, дұрыс па? 13 бір ойда. Бірі ойда. Так, А-ға В-ны қосам, яғни А-ға плюс В-ны қосам, оған қосамын. Ойдағы, жоқ, 4 еді ғой, 4-ке В-ны қосам, оған алып кеп, бірді қосқан кезде маған 2 шығатындай. Яғни 12 шығу керек, дұрыс па? Бірі ойда болып қалады. Себебі 3-ке 6-ны қосам 9, ойдағы бірді апарып келсін, сонда менде 12 шығу керек мына жерде. Ойдағы 12 кетіп тұр. Сонда, так, қарайық, ойдағы бірді қосқан кезде В тең болады, 12-ден азайтам 5-ті, В тең болады 7-ге. Сонда мына жерде В тең 7-ге. Так, қараңыздар енді. 6-ға 3-ті қосам. Мына ойдағы 1 деген ол мына жерге 6-ға 3-ті қосып, оған тағы 1-ді қосқан кезде 10, 0 түсіп 1 ойда. Дұрыс па? 0 түсіп 1 ойда. Енді А-ға 5-ті қосам, сосын мына ойдағы 1-ді қосам, сонда менде 8 шығады. Сонда А тең болады 2-ге деген жауап шығады. А тең 2-ге. Сонда А мен 2 мен 7 деген жауап шығады. Өте оңай. Түсінікті? Так, келесі. 5-ші есеп. 5-ші есепте бүйтеді.
0, 5, 6, 7 цифрларын бір рет қана пайдаланып жазуға болатын 4 таңбалы сандар. Так, енді бұл есеп шығарудың екі жолы бар. Бірінші мысалға былай. Жалпы бізде енді мен мына жерде ойлауларыңыз мүмкін. Бір рет қана 4 таңбалы сан жазу керек болса, мысалға мен 0, 5, 6, 7 деген мысалға сіздер ойлауларыңыз 4 сан тұр, мына 4 таңбалы сан деп. Жоқ, бұл бізде 3 таңбалы санға жатады, дұрыс па? Біз бұны мысалға 0,567 деп айтпаймыз ғой, бұл жерде жай ғана 567, яғни 3 таңбалы санға жатады бұл, 3 таңбалы санға. Сондықтан естеріңізде болсын оқушылар, сіздерге әрдайым 0 бар сан келе ма, онда осы жерде мына 0 деген бізде бір проблема туындатады деген сөз, түсінікті? Енді тәк қарап алайын. Жалпы енді мен бұл жерде 0-мен басталатын барлығын есептеген нешеден шығады, соны тауып алайын. Жалпы 4 сан ғой, 4 факториал сан шығады, n тең 4 факториал сан, сонда барлығы 24 сан құрастыралым. 0-мен басталатын бар, 5 пен 6-мен басталатын бар. Сосын бұл жерде жалпы 0-мен басталатын 4 сан бар, басталатын 4 сан бар. Себебі мынау әрбіреуінен жаңа 24-ті алып кеп мына 4 санға бөлесем, 24-ті 4 сан емес, 6 сан, кешірім сұраймын, 6 сан бар. Яғни 24-ті әкеп 4-ке бөлсем 6 сан. Сонда әрбіреуі яғни 0-ден басталатын 6 сан, 5-тен басталатын 6 сан, 6-тан басталатын 6 сан, 7-тен басталатын 6 сан бар. Сонда әрбіреуінен 6 саннан басталады. 5-тен басталатын 6 тау шығады, 6-тан басталатын 6 тау шығады, 0-ден басталатын 6 тау шығады, 7-тен басталатын 6 тау шығады. Сонда мен 0-ден басталатындар 4 таңбалы санға жатпайды. Сондықтан мен 24 барлығы 0-ден басталатын сандардың санын азайтамын. Сонда 18 сан. Барлығы 4 таңбалы мен бір рет қана пайдаланып 4 таңбалы санды 18 жаза алады екенмін. Түсінікті? 18 санын жазып шығара алады екенмін. Так. Енді қараңыздар. Енді келесі, менде мынандай вариант бар. Келесі таблица түрінде таба салам. Так, қараңыздар. Былайына табам. Мынандай құрып қоям. 4 таңбалы сан. Так, қарайық. 0, 5, 6, 7. Мен бірінші орынға қай сандарды қойылам? Мына 3 санды қойылам, дұрыс па? 3 санды қойылам, міне. 5-ті қойдым дейік. 5 кетті. Неше сан қалды? 3 сан қалды, 7-ді қойылам, дұрыс па? Міне 3-ті қойылам, сон 0-ді қойып кеттім дейік. 0 кетті. Келесіге 6 мен 7, екеуінде қойылам, міне 6 кетті. 7 қалды, келесіге 1 санды қойылам. Түсінікті? Сосын бұларды көбейте салам. 3 көбейтілген 2, көбейтілген 1. Сонда бұл жерден 18 сан шығады. Екі вариантпен де шығарсақ болады. Түсінікті? 18 и сосын бірінші вариантпен 18, екінші вариантпен 18 шықты. Өздеріңізде қай тәсіл ұнайды, сол тәсілмен шығарсаңыздар болады. Так, кеттік ары қаратай. Так, қарайық. Суреттегі сыртқы тіктөртбұрыштың қабырғалары А мен В боялған тіктөртбұрыштың периметрін анықтайтын өрнек дейді. Так, енді оқушылар бұл жерден қарап алайық. Бұл жерден қарап алайық. Мына жерде мен мынаның жалпы ұзындығын табуым керек болса, қараңыздар. Жалпы мен мына қабырғаны А деп алайын, мына қабырғаны В деп алайын, Так, мен мына бір қабырғаны табу үшін мына жақта С тұр, мына жақта С тұр. Яғни мына жақтан сын азайтсам, мына жақтан сын азайтам. Сонда А минус 2С. Дұрыс па? Ал мына жерден В-ны табуым керек қой, В-ны. В-ны табу үшін мына қабырғаны азайтам, сосын мына қабырғаны азайтам. 2С-ны азайтсам тағы да. Сонда менде боялған тіктөртбұрышының қабырғасы А минус 2С, В минус 2С. Түсінікті? В минус 2С. Так, енді периметр тапсам, кәдімгі формулаға сала салам, екеуін қосамды 2-ге еселей салам. С плюс В минус 2С көбейтілген 2. Так, сонда Аға В міне. Так, бұлай мына жерге жазсайын. П. Мына жерден 2 еселесем, 2А, сосын 2В. И мына жерден қарай. Минус 2-сі, минус 2-сі, минус 4-сі, 12 еселе, минус 8-сі. Сонда периметрін анықтайтын өрнек осы екен. Түсінікті? Периметр деген барлық қабырғалардың ұзындықтарын қосын. Егер маған сенбесеңіздер, барлық қабырғалардың ұзындықтарын қосып есептеп шықсаңыздар болады осылай. Түсінікті? Так, кеттік. Келесі 7-ші есепті қарайық. 7-ші есепте бүйтеді. Төменде берілген сандар көбейту кестесін пайдалан. Берілген сандарды көбейту кестесі мына жерде. Яғни аға-ны көбейтем, мына сұрақ белгісі тұр. Аға В-ны көбейтем, мына екеуі былайынан параллель жүргізсем, мысалы аға В-ны көбейтін дегенсіз. Оның қиылысқан жерінде міне шыққан сан тұр. Түсінікті? Так, сонда қарап алайық, міне кестені пайдаланып, мынандай А плюс мынандай 8 деген мәнін табыңдар дейді. Так, енді мынаны қарайық. Мен мынаны қарайық. А мен В-ның көбейтіндісі менде 6-ға тең. Дұрыс па? Ал мына өрнекті қараңыздар. Міне В-мен қараңыз. В-мен А-ны қиылыстырамын, сонда менде мынау шығып тұр. Онда бұл да А көбейтілген В тең болады собачка. Сонда
А көбейтілген В ол менде 6-ға тең болып тұр ғой мына жерден. Яғни мына өрнек менде мынау 6-ға тең. Так, енді қарабаңыздар, мынау менде В көбейтілген С. В көбейтілген С тең мына өрнекке тең. Так, сосын енді мынаумен тағы қиылыстырып көрем. Сонда В көбейтілген С тең болады 15. Дұрыс па? 15. Так, сонда міне В көбейтілген С. Сонда мына өрнегім менде ол 15-ке тең екен. Сонда 15 қосылған 6 тең болады 21. 21 екен. Түсінікті? Міне осылай қиылыстыру арқылы бірден тауып шықсаңыздар болады. Так. Кеттік келесі 8-ші есеп. 8-ші есепте бүйтеді. Суретте тік бұрышты параллелепипедтен құрастырылған фигура берілген. Барлық боялған бөліктің ауданын табыңыз дейді. Так, қарайық. Жалпы енді мына жақтың ауданын тапсақ, мына жердің ауданын қарайық. Міне. Бұл жердің ауданы, так, мына жаққа жазып қояйын. S тең болады 3 көбейтілген 5 тең болады 15. Иә? Так, енді мына қыр 3-ке тең болса, онда мына қыр да 3-ке тең. Дұрыс па? Мына қыр 3-ке тең. Онда мынау 3-ке тең, мынау 3-ке тең. Так, енді мен мына жердің ауданын тауып алады екенмін. Бұның ауданы S тең болады 3 көбейтілген 3 тең 9-ға. Енді маған проблема ол менде мына ұзындықты табуым керек. Мына жердің ұзындықты табуым керек, иә? Так, енді қарап алайық. Бұл жерден мен мына жердегі ұзындық 3 екенін білем, мынау 3 екенін білем, яғни сосын мынаны былай түсірсем, так, былайынан толтырсам, мына жерде қарап алайық, иә? Жалпы мына жердің ұзындығы 5 болса, онда мына жер 3 азайтып тастасам, мына жер 3-ке тең ғой. 3 азайтсам, мына жағым 2 шығады. Сосын мына жақтағы ұзындық 3-ке тең, мына жерім сонда 5 болып тұр. Дұрыс па? 5 болып тұр. Сонда мына жер S тең 5 көбейтілген 3. 5 көбейтілген 3 тең 15. Так, енді мына жердің ұзындығын табуым керек. Так, қарайық. Былайынан. Так, қараңыздар, мына жердің ұзындығы 2-ке тең, 2-ке тең. Онда мына жер 2-ке тең. Иә? Онда мына жер 5-ке тең болса, мына жағы 2-ке тең болса, онда қалған жағы 3-ке тең деген сөз. Түсінікті? 3-ке тең, сонда қарайық. Мына жақ, мынау 3-ке тең болса, оған параллель 3-ке тең. Онда мына жер 6-ға тең ұзындығы. Жалпы 6-ға тең. Онда мынаның жарты 3-ке тең болса, мына жағы 3-ке тең. Онда мынау да 3-ке тең, мына жер 3-ке тең. Сонда бұл жердің ұзындығы да S тең 3 көбейтілген 3 тең болады 9-ға. Енді барлығын тапсам, қараңыздар, 15 қосылған 15 қосылған 18 қосылған, так, 9 ғой. 9 қосылған 9 тең болады 48. Сонда 48 міне. Жауабы 48. Осылай шығады екен. Міне ешқандай қиындығы жоқ. Түсінікті? Осылай тапсақ болады. Так, ары қаратай. Так, көшіп қалды. Так, тоқтаңыздар. Так. Так, біз енді 9-шы есепке келдік. Так, 9-шы есепте қараңыздар. Так, 9-шы есепте бүйтеді. 2, 1,5, 1,3-тен 1, 4-тен 5. Яғни сұрақ белгісінің орындағы санды табуымыз керек. Бұл жердегі бір заңдылықты анықтауымыз керек, иә? Так, қараңыздар, мен бұл сандар бүйтіп жазып шығайыншы оқушылар. Қараңыздар, 2, иә? Сосын 1,5 дегенді мен 2-ден 3 деп жазайын, иә? Сосын 1,3-тен 1 дегенді 3-тен 4 деп жазайын. Сосын 4-тен 5. Так, енді қарайық. Мен мына 2 дегенді бүйтіп жазсам болады ғой? 1 бөлінген 2. 2 бөлінген 1 дегенді. Так, қарайық. Сонда бөлімі қарайықшы. Бөлімі 1-ге артып отыр, алымы да 1-ге артып отыр. Дұрыс па? Сонда келесісі 5-тен 6. Міне, алымына біреу қосам, бөліміне біреу қосам. Сонда 5-тен 6 ол тең болады 1,2. Сонда заңдылығымыз тура солай екен, яғни алымы да 1-ге, бөлімі де 1-ге артып отырады екен. Так, кеттік ары қаратай. Келесі есепті қарайық. Так, келесі 10-шы есепті қарайық. Так, 10-шы есепті қарайық. Суретте жер учаскесінің ауданын анықтаңыз дейді. Так, қарайық. Мына жерде бізде мына жағым, мына жерім 27 метр. Так, 27 метр екен. Так, енді бұны анықтасам, қарап алайық, сызып алайын. 27, 38, и сосын мына жақта 12. Так, осындай аудандар келсе, жер учаскесінің ауданын тағы да басқасын анықтаса, бөліп есептесеңіздер, мына жер бөлесіздер. Сонда мына жақта 12, мына жақта 12 деген аудан шығады. Сосын мына аудан шығады, 27, 38. Так, сонда бірінші мына ауданды есептесем, так, қарайық. Бұл жердікі 27 көбейтілген 38. Мына жердікі S тең 12 көбейтілген 12.
Түсінікті? Так, сонда жалпы аудан 27 көбейтілген 38 қосылған 12 көбейтілген 12. Ол тең болады 1170 деген жауап шығады. 1170. Міне, А жауабы есептеп көрсеңіздер болады. 27-ге 38-ді, оған 12 көбейтіп есептесеңіздер, сонда толық аудан осылай шығады. Сонда мен қалай есептедім? Міне, мынадан бөлдім. Міне, жарты мына жақта тіктөртбұрыш, мына жақта квадрат тұр. Сол тіктөртбұрыштың ауданы квадраттың ауданын қосып есептедім. Ал құрметті оқушылар, 11-ші есебі, 11-шісінде А минус Ф минус 2/5 екені белгілі болса, В минус А өрнегімен табыңыз. Енді бұл есеп өте оңай оқушылар. Бұл есептен бал жоғалтуға болмайды. Түсінікті? Бал жоғалтатын есебіміз. Так, не істейміз? Бұл үшін, так, менде А минус В минус 2/5-ке тең екенін білемін. Дұрыс па? Енді не істеймін? Енді қараңыздар, маған В минус Аны табу керек. Ол үшін мен мына жерден минусты жақшының сыртына шығарып жіберейін. Міне, сонда менде екеуінің орны өзгеріп кетеді. Яғни минустан бас шығарсам, 2 мүшенің орнына ауысып кетті. Түсінікті? Сосын, мына оны, так, енді мына мен келтіру үшін екеуінде минус 1-ге көбейте салайын. Сонда қарайық. В минус А тең болады. Мынаны көбейттім ғой, минус пен минус плюс болып кетті. Енді мынаған көбейтем, 2/5-тің өзі шығады. Түсінікті? Осылай шығарсаңыздар болады. Ешқандай қиын ештемесі жоқ. Сонда жауабы 2/5 шығады екен. Не жауабы? Түсінікті? Так. Так, кеттік ары қаратай, келесі есепті қарайық. Так, келесі мынандай есеп. Суретте бір квадраттың бірінің ішіне бірі салынған, 2 квадрат бірінің ішіне бірі салынған. Егер А-вы 5-ке тең болса, яғни А-вы деген мына жер 5-ке тең болса, боялған бөліктердің ауданын табыңыз дейді. Так, қарайық. Енді, так, бұл жерден бұлайнан тауып алайық. Так, қарап алайық. Бірінші бұлайнан шығайық. А, В, С. Так, қарайық. Боялған бөліктердің ауданын табы. Мынау А-вы 5-ке тең. Мына жерде С-ды деген бар. С-ды деген 3-ке тең болып тұр. Так, енді маған боялған бөліктер мынауға. Мынауға боялған бөлік мынау. Енді осылардың ұзындықтарын табуым керек. Так, мына жер 3-ке тең болса, онда мына жер 3-ке тең, мына жер 3-ке тең, мына жер 3-ке тең. Түсінікті? Себебі мынау квадрат қой. Квадраттың, яғни мына жағы 3-ке тең болса, онда мына жағы тең емес, мына жағы тең болады. Яғни екеу себебі бұны қалайын алсақ болады? Жалпы суреттен ақ қарасақ болады. Суреттен ақ бақылап алсақ болады. Ал енді қарайық. Менде мына жерден тік бұрыш шығып тұр. Қарабаңыздар. Мына жақ 3-ке тең. Мынау А-вы деген, яғни мынау квадрат болғанда мынау 5-ке тең, мынау да 5-ке тең, мынау да 5-ке тең, мынау да 5-ке тең. Так, сонда мына жер 5-ке тең болса, маған мынау А-ны табу керек. А-ны Пифагор теоремасы бойынша есептеймін. 5-тің квадраты азайтылған 3-тің квадраты тең болады 16, тең болады ол 4-ке. Сонда менде мына жақтарым 4-ке тең. 4-ке тең, 4-ке тең, 4-ке тең. Түсінікті? Так, сонда менде қандай тік бұрыштар шығып тұр? Яғни міне бір катет 4-ке, бір катет 3-ке. Яғни осындайдан 4-еу тұр. Түсінікті? Енді мен мына бір аудан тауып алсам, 4 еселесем болады екен. Түсінікті? Так, менде тік бұрыштың аудан табатын мынандай енді 3 бұрыштың тік бұрыштың несін сызайық. А, В. S тең болады 2-ден 1 А көбейтілген В. S тең болады 2-ден 1 А көбейтілген В. Так, осы бойынша тапсам, яғни 2 катетін көбейтіп 2-ке бөлсем, менде ауданы шығады екен. Түсінікті? Так, сол бойынша табам. S тең болады. Так, қараңыздар. 3 көбейтілген 4, алдында 2-ден 1 бар. Сонда бұл 6-ға тең. Дұрыс па? Енді боялған бөліктердің ауданы табу керек. Онда 1, 2, 3, 4. Менде біреуінікі 6-ға тең, яғни боялған бөліктерді Б де қойайын. 6, яғни мынандай үшбұрыштарды екен, мен 4-ке көбейте саламын. Сонда 24. Яғни барлық боялған бөліктердің ауданы 24-ке тең болады екен. Түсінікті? Так, кеттік ары қаратай 13-ші есепті қарайық. 13-ші есеп не дейді? Міне. 6 оқушыны 6 орындыққа неше тәсілмен отырғызуға болады. Енді мүлде бұл жерде жалпы енді 6 орындыққа 6 оқушыны отырғызу үшін енді біздің жалпы математикалық сауаттылықты білетін оқушылар үшін өте оңай есеп. Бұдан оңай есеп жоқ бұл жерде. Түсінікті? Так, ең оңай есеп ол үшін істеймін. Менде мынандай формула бар. Яғни 6 орындыққа 6 оқушы мысалға 7 бала қатарда тұрса, 7 баланың орнын неше тәсілмен ауыстыруға болады. Сосын мысалға 1, 2, 3, 4, 5, 6 тұрса, неше тал 6-дан сан қарастыруға болады деген есептер болады. Сондай жағдайда мен мысалға мына А, В, С, Д. Яғни 4 әріптен 4 неше сөз құрастырып, мағынасы маңызды емес,
төрт әріптен тұратын неше сөз құрастыруға болады сонда? 4 факториал, яғни 24 сөз құрастыра аламын. Бұны жалпы сызып тұрып есептесеңіздер 24 шығады. Бұл формулаға енді сіздерге оңай болу үшін математиктер осылай келтіріп қойған. Математиктерге рахмет айтсаңыздар болады. Так, 6 оқушының 6 орындыққа қойсақ, 6, иә? Сонда 6 факториал тең болады 720 сөз. Түсінікті? 720 тәсілмен орындыққа отырғызсақ болады. Түсінікті? 6 оқушыны 6 орындыққа неше тәсілмен отырғызуға болады десе, яғни 6-да 6 болса. Ал кейде болып қалады, мысалға, 6 оқушыны 2 орындыққа отырғызуға болып қалады. 2 оқушыны 6 орындыққа отырғызуға болады. Ол кезде бөлек формула. Ал мына жерде 6-ға 6 болса, онда осы формуланы, яғни факториалды алмастыру формуласын пайдалана саласыздар. Түсінікті? Сонда 720 тәсілмен отырғызып шығуға болады екен. Так, кеттік. Келесі 15-ші тәсіл бүйтеді. Мына яқты енді бүйтіп несін қоса салайық. Координаталық түзуде А көбейтілген А, В, С, Д, Е сандары белгіленген А көбейтілген В, С көбейтілген Д, Е көбейтілген В, Е, Д, Д, В көбейтінділері ішінен ең кішісін табыңыз дейді. Так, қарайық. А көбейтілген В деген қарайық. А дегені минус 2-ге тең, В дегені минус 1-ге тең. Сонда бұл жерден 2 шығады. Дұрыс па? Так, келесі С көбейтілген Д. С көбейтілген Д. Так, С дегені 0-ге тең, Д дегені 1-ге тең, 0-ге тең. Келесі Е көбейтілген Д. Е көбейтілген Д. Так, 3 көбейтілген 1. Ол 3-ге тең. Так, сосын Д көбейтілген Б. С көбейтілген Б бар екен. С көбейтілген Б. 0 көбейтілген минус 1. Тең болады 0-ге. Минус 1. Сосын не қалып қалды? Д көбейтілген Б. Д көбейтілген Б. Так, Д көбейтілген Б. 1 көбейтілген минус 1. Я 1 көбейтілген минус 1. Ол тең болады минус 1-ге. Ол тең болады минус 1-ге. Сонда менде ең кішісі ол Д көбейтілген Б. Д көбейтілген Б. С жауабы. Түсінікті? Осылай оңай. Яғни теріс сандары керісінше, иә? Мысалы, минус 3 кіші минус 2-ден. Минус 2 кіші минус 1-ден дегенде. Минус 100 мысалы кіші 0-ден деген сияқты кері орындалып тұрады. Яғни минус 100-ден 0 үлкен. Сондықтан бізде минус 1 ол бізде мына жерде барлығынан кіші болады. Оны дәлелдеп көрсеттім. Так, кеттік ары қаратай. Келесі есеп. Бүйтеді. 2-ның 2019 плюс 2-ның 2018 осылай есептеген кезде өрнегін ықшамдаңыз дейді. Так, қарайық. Мына жерде жалпы неше мүше бар, соны тауып алайық. Жалпы мұнда неше мүше бар. Так, енді сіздерге бір жақсы тәсіл бар есептеуге болатын. Так, мына жерден керісінше жазып, мысалы, былай есептеген 1, 2 қосылған 2-ның квадраты қосылған 2-ның кубы, осылай есептеп шықсақ, плюс 2-ның 2018 плюс 2-ның 2019 болса, иә, осылардың қосындысын, яғни керісінше жазып қоссаңыздар болады. Себебі былайынан алсаңыздар, ол қиын болып қалады. Түсінікті? Так, менде мынауым В1-ге тең, яғни мына жерде қандай өрнек тұр? Жалпы арифметикалық прогрессия емес, яғни геометриялық прогрессия қосындылар тұр. Себебі қараңыздаршы, мына жерде 2 болса, оның 2 еселенген тұр. Одан кейін оның 2 еселенген тұр. Немесе мысалға бірінші мүшенің 8 еселенген тұр. Түсінікті? Яғни ал бізде арифметикалық прогрессияда ол жай бір қосынды болушы еді. Мысалға мынау 1 болса, келесі оған 1-ге 3 болу керек, келесі 4 болу керек деген. Геометриялық прогрессия ол көбейтіндіге байланысты. В1, В2, мына жерім В3 деген сияқты. Ал менде Q дегенім бар, ол еселігі В2-ні В1-ге бөлінген тең. Сонда 2 бөлінген 1 тең 2. Түсінікті? В2 бөлінген В1. Так, енді ESN-нің формуласы бар. Менде жалпы мына жерде неше мүше тұр? 2020 мүше тұр. Иә? Сонда ESN-нің формуласы В1 1 минус Q-дің n дәрежесі 1 минус Q. Егер менде Q-ым 1-ден үлкен болса, онда формулам былайынан, мынау бізде Q кіші 1-ден болсын, иә? Так, егер Q-ым менің 1-ден үлкен болса, онда формулам мынандай түрде болады. ESN V1 Q-дің n дәрежесі минус 1, мынау n деген Q-ға ғана тиесілі, жақшаның сыртында. Q минус 1. Так, менде Q дегенім 2-ге тең, сондықтан астындағы формула саламын. Так, қарайық. S 2020 мүшені табуым керек. Так, қарайық. 2 минус 1. V1 дегенім менде 1-ге тең. Сосын 2-ның 2020 дәрежесі азайтылған 1. Сонда, так, 2-ден 1-ді азайтам 1, 1-ге мынаны көбейтем 1 шығады. Сонда 2-ның 2020 дәрежесі минус 1 деген жауап шығады. Түсінікті? 2-ның 2020 дәрежесі минус 1 деген А жауап шығады екен. Так, немесе екінші жауап бар, екінші вариант бар.
Екінші вариант мынандай вариантымыз бар. Тура осы тұрған орында жаңаға арифметикалық прогрессияны, геометриялық прогрессияны қосындысына келтіре саламын. Так, V1 менде нешеге тең? 2-ның 2019 дәрежесіне тең, V2 2-ның 2018 дәрежесіне тең, ал Q-ды тапсам V2 бөлінген V1. Так, қарайық. 2-ның 2018 дәрежесі бөлінген 2-ның 2019 дәрежесі. Сонда бұл шығады мынау мен мынау қысқаратта 1 бөлінген 2, яғни 2-ден 1 болады. Так, енді S 2020-ның формуласына салассам, V1 1 минус Q-дің n дәрежесі 1 минус Q. Так, осыған салам, S мынау 2020 болады. Аха. Так, S 2020 тең болады. Так, қарайық. 1 азайтылған 2-ден 1. Бірінші мүше нешеге тең менде? 2-ның 2019 дәрежесіне тең. Сосын 1 минус 2-ден 1-дің 2020 дәрежесі. Так, енді так, қарайық. Мен мұнадан 1-ден 2-ден 1-ді азайтсам, 2-ден 1 шығады. 2-ның 2019 дәрежесі 19 дәрежесі. Так, енді мұна жерді келтірейік. Мұна жерді так, қарайық. Мен мұнаны ықшамдап алайын. Осы жерді жақшаң үшін ықшамдап алайын. Так, 1-дікі болса жеке-жеке алсам, 1-дің 2020 дәрежесі 1-дің өзіне тең, 2-ның 2020 дәрежесі. Соның алдында минус 1-і бар. Так, ортақ бөлім берем 2-ның 2020 дәрежесі. Сонда 2-ның 2020 дәрежесі минус 1 бөлімінде 2-ның 2020 дәрежесі. Так, сонда не шықты? 2-ның 2020 дәрежесі минус 1, 2-ның 2020 дәрежесі. Так, қарайық. Енді мен 2-ның 2019 дәрежесін 2-ден 1-ге бөлейін. Бөлемін 2-ден 1-ге. Так, ол 2-ның 2019 дәрежесі көбейтілген 2 болып кетеді. Сонда бұл 2-ның 2020 дәрежесі деген сөз екен. Түсінікті? Сонда мен мынаны астын үстіге 1 дәрежеге қосып берсем болады екен. Түсінікті? 2-ның 2020 дәрежесі. Так, сонда көбейткен кезде мынау мен мынау қысқарады да, не қалды? 2-ның 2020 дәрежесі минус 1 деген жауап қалды. Сонда бізде А жауабы бәрібір шығып тұр. Түсінікті? Өздеріңізге қалай ыңғайлы солай есептесеңіздер болады. Бұл жерде есептен қателеспейсіздер. Бұл есеп енді жалпы геометриялық прогрессияны жақсы білулеріңіз керек. Бұл есеп шығару үшін. Сондықтан жалпы математикалық сауаттылыққа математиканың ешқандай қатысы жоқ деген қойып, математиканы да жақсылап біліп алсаңыздар, есеп шығарған кезде көп көмектейді. Түсінікті? Геометриялық прогрессия, арифметикалық прогрессия, ықтималдылықтар, сосын геометрияны жақсы біліп алыңыздар, себебі геометрия математикалық сауаттылықта ылғи кезігеді, яғни ол қалмайды. Мысалға 15 есеп келсе, соның 2 есебі кем дегенде 2 есебі бізде математика геометрияға келеді. Сондықтан оны да жақсы біліп алыңыздар. Түсінікті? Менің айтар кеңесім осы. Енді жақсылап еңбектеніңіздер, тоқтамаңыздар. Bir қадам бассаңыздар, алға басыңыздар, тоқтамай еңбектеніңіздер, көп есеп шығарыңыздар. Сіздер әрдайым нұсқа талдаған кезде или тақырып үйренгенде бір мұғалімнің шығарған 5 есебімен шектеліп қалмаңыздар. Даже сіздер мұғалімнен асатындай мұғалім 5 есеп шығарса, сіз 10 есеп шығарсаңыз, онда сізге көп көмек тиіп, яғни сіз ұбт-дан сол тақырыпты жақсы меңгеруіңізге көп көмек тиеді. Сондықтан жақсылап дайындалыңыздар, жақсылап оқыңыздар, тоқтамаңыздар. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Барлықтарыңызға көп рахмет.